Mitsubishi Galant десең. Қандай талант сенде? Не керек саған? Қандай талант керек? Mitsubishi Galant дейсің бе дейді. Иә. Бір жақсылап қол соғып қойыңыздар. Ол қыс болсын, жаз болсын, күз болсын, тойға да, бойға да, қыздарға деп айтпай-ақ қой, деп қалады. Осы оқ өтпейсің байтысын тастамайтын. Маған приказ етіп тұрмын да. Мынаның үстіне оқ өтпейді кім айтты? Мынада оқ өтпейді да. Шапалақ қайда? Оқтың өтетін өтпейтін тексеріп көреміз ба? Талант керек па саған? Талант керек болып тұр ғой. Талант бар ғой. Қандай талант? Сенде тума талант па, қума талант па? Қандай талант керек саған? Маған шайма талант керек қой қазір бұл жерде. Шай ма? Шай тұтаймыз енді. Шай. Давай. Не айтасың? Өлең айтам. Қандай? Ауылда қуған тойында өлең айтқам. Өлеңді айтпайды ағайын, айтыңыздаршы, өлеңді оқиды, әнді айтады. Әнді айтамыз ба? Айтайын. Әнді айтамыз. Қандай? Сөзін бірінші сөзін айтшы қайтамын. Сен тарта берсең? Мен тартқанда ритм тартысын білейін де ғой. Сен тарта берсең мен айта беремін. Мен көремін. Ана қол соғып қойыңыздар. Не тартырасың? Сен қандай әнді айттың, соны тартып жатыр? Сен бастасаң. Нені бастайын? Әнді бастасаң. Ән басталып тұр, сен сөзін бастасайын олайын ғой. Ақынның кім өзі сөзін жазған? Қуаныш Жаманқұлов па? Мына приказ етіп тұр. Давай тартсаң. Қандай ән? 1, 2, 3 бастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Көке. Сөз айтсай, 1, 2, 3 деп мен айтып, сен ән айтасың ары қарай. Давай. Тартсаң. 1, 2, 3, 4, 5. әннің сөзі бар ғой өзі жалпы. Сен тарта берсең де уайымдамасаң. Приздар бар ма бірінші? Приз жетеді ғой бізде. Сен сөзін айтшы әннің. Сөзі қандай еді құдай. Анау ма? Димитр Олшыбағандардың әні ұйқым келмейді. Қойым, ол ән естсе менің нервім өзейді ғой. Сен маған приказ етіп сөйтіп, ұйқым келмейді деген ән. Ал шабытын ашып бір қол соғып қойыңызшы, әнін есіне сұрамайды. Шапалақтары сонша емес. Бір, екі, үш. Кетті. Сен жүрсем сағынарым. Сағынсам табынарым. Шапалақ қайда. Ағасым салқын күзі. Қосып айтсай, мен өлең айтамайын ғой. Құдай-ау. Айттым дедім ғой жаңа тойда. Просто. Или фонограмма ма? Фонограмма емес. Фонограмма бізде Жандосхан айтады, басқа ешкім айтады. Жанды. Айтсам да сол. Ол емес. Ол емес. Басқа жандос. Мен өлең айтпай-ақ қоса алайын. Енді не істейсің? Мен өзім халықпен ойнадым. Бағанан бері шаймай солай етпейсің бұл таңда. Саған шаямыз дедік қой. Сен шайма талантпын дедің ғой сен баған. Сапада болсын да. Халық мені қалыпсыз сапада болсын. Мархабат. Алдарыңызда Оралхан бауырымыз. Тамаша табиғи талант сіздер үшін арнайы. Мына кісі ары бері жүремін деген. Сақал рабочий değil, не рабочий. Рабочий ма? Жаңа приздар ма деп атырдыңдар ғой? Қайсы? Мынау ма? Не деген признай алайды. Анан қаяққа жіберіп жатсыздар? Әрекет келсеңізші бері қарай. Çay жүгір ана самогон жүзесің бәксі. Сапалап алып қойыңыздар. Маған сертификаттардың не? Қандай приздар? Қайда бұл? Сертификат неге? Процедураға. Төрт олай. Болмаса не? Үйдің документі. Да, ты қойш. Мына как будто өзінің атынан беріп атқандай жарқып тұр ғой депті. Үйдің документі. Мына енді құрметті ханымдар, мырзалар,
Yemlerimizge Allah şifasını versin de bir koşamayacağımızda. Layet çarpa sonra sizlerin hürmetlerinizge yine men bir sorak koyam. Sizler bilsеңizdер cevap беріңіздер. Қол көтерсеңіздер мен сол кісінің алдына барамын. Bir сұрақты қояй. Қазанға не сыймай айтты? Қақпақ сыймайды, қақпағы. Молодец, мені көгім. Шапада қайта музыка жібер. Рахмет. Есіміңіз? Қайрат. Қайрат мырза орныңыздан тұрыңыз. Көрдіңіздер, қазанға не сыймайды дедіңіз? Қақпағы. Асылмай көкінеді жүргіз бе дейм бе? Шапада қойыңыздар. Дұрыс айтады. Қайрат ағамыз дұрыс айтады. Келесі сұрақ. Қазанның орысшасы не? Кастрюль дейді. Апаларым көкінеді жүреді. Апаларым ғой негіз. Қазанның орысшасы не? Котел дейді. Не дейді? Өзі котел. Ал.